Қаралы хабар. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатолла қабырғасын ұстаусы нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Шығыс Қазақстандағы орманда 3 адам жоғалып кеткен. Риддер қаласының маңындағы Березовая Грива орман алқабының саңырау құлақ теруге барған 3 адам жоғалып кетті деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Белгілі болғандай, орманға саңырау құлақ теруге барған 62 және 41 жастағы 2 әйел мен 9 жастағы қыз бала белгіленген уақытта туыстарына кездесетін жерге оралмаған. Оқиға орны бірден полиция департаменті менен төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері құралған іздестіру тобы жіберілді. Жұмысқа жаяу топтар, арнайы автокөлік пенен ұшқышсыз ұшу аппараттары тартылды. Жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде барлық азаматтар табылды. Олардың жағдайы қанағаттанарлық, медициналық көмек қажет болмады. Әйел мен бала туыстары табыстырылды. Полиция азаматтарға орманға шыққанда қауіпсіздік ережелерін сақтауды, жолға шығар алдында бағыңызбенен орау уақытын хабарлауды, көзбен бірден түсуге көмектесуді сұрады. Әсіресе балалармен жалғыз серуендеуді аулақ болыңыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.